ешқандай да политика емес, жасанды сана туралы болады. Бұл видео жасанды сана туралы болады. Жасанды сана дегеніміз не? Жалпақ тілмен айтқан кезде кәдімгі бір нәрсені істеуге программаланған роботтарды жасанды сана деп айтуға болады. Кинолардан, тіпті видеолардан көріп жүрген боларсыздар, осындай бір роботтар адамдардың бүкіл жұмыстарын тартып алып, тіпті билікті өз қолдарына алып жатқан жасанды сана қазірдің өзінде жақсы дамыған. Көптеген адами еңбектерді қажет ететін жұмыстардың өзі дәл қазір программаланған жасанды санамен алмастырылып жатыр. Енді осындай онсыз да кейбір мемлекеттерде жұмыссыздық белең алып жатқанда жасанды сана жұдырық үстіне жұдырық болып тимей ме? Қалай ойлайсыздар? Елестетейікші, бір галера бар делік. Галера деген мынадай бір кеме немесе үлкен жүзетін нәрсе. Қайық деп айтсақ та болады. Күн ыстық, бәрі шаршаған, салды есіп жатқан құлдар шөлдеп күнге қызып әрең отыр. Кеме капитаны шығып былай деп айтады: құлдарым, сендерге айтар жаңалығым бар. Сендер бүгіннен бастап салды еспейсіңдер. Бүгіннен бастап жұмыссызсыңдар. Өйткені менде мотор бар деп айтады. Яғни мотор ескектің, есушілердің, құлдардың орнына жұмыс атқаратын болады. Жасанды сана мен жұмыссыздықта осы бір мысалға қатты ұқсайды. Егер оқиғаны түсінбеген болсаңыздар, қайтадан бастан бастап тыңдап көріңіздер. Жаңағы құлдар жан төгіссіз жұмыстарынан құтылудың орнына біздің жұмысымызды тартып алама деп қорқып отыр. Жасанды сана адамның энергиясын көп алатын жұмыстарды алмастыратын болады, бірақ адамға ұнайтын жұмыстарды емес. Өйткені барлық дерлік өнертабыстар адамзаттың күнделікті өмірін оңайлату үшін ойлап табылады. Жасанды сана адамзаттың бүкіл адамдардың жұмыстарын тартып алады деген бұл жай ғана бос сөз. Өйткені мынадай бір заңдылық бар. Жаңадан өмірге дүниеге келген сала, ол өзімен бірге тағы да жаңа нәрселерді, жаңа салаларды, жаңа мамандықтарды дүниеге әкелдіреді. Мысалы, 60 жыл бұрын делік, компьютер арқылы есептеу көптеген математиктер үшін қорқыныш тудырған болатын. Өйткені компьютер белгілі бір формулаларды жүйесіне енгізіп, кез келген траекторияны, кез келген есепті шешіп бере алатындай болған. Бұл математиктердің азығын тауып жүрген жұмыстар еді, бірақ қазір сол компьютерлер арқылы басқа салалар дүниеге келтірілді. Программистер, веб-дизайнерлар, графиктік дизайнерлар, motion эдиторлар, видеографтар, компьютер аналитика барлығы ол кезде жоқ еді. Кейінірек бұлар бар болды. Сондықтан еш қорқыныш жоқ. Мысалы, сіз 20-30 жыл бұрын маникюр жасайтын мамандық туралы естіп көрдіңіз бе? Жоқ, бұл мамандық ол кезде болмаған. Яғни мамандықты тудырады және мамандық болашақта азайып қалмайды. Геометриялық прогрессиямен көбейе беретін болады. Бұл жасанды сана біздің жұмысымызды тартып алмай ма деген сұраққа жауап берген видео болды. Кішкентай болса, уақыты кішкентай болса ренжімеңіздер, дамыңыздар, оқыңыздар, практика жасаңыздар, жұмыстарыңызды жақсы көріңіздер. Егер жұмыстарыңызда профессионал болсаңыздар, сіздің жұмысыңызды адам түгілі жасанды сананың өзі тартып ала алмайды. Сондықтан біздің Instagram парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Мен ол жақта уақытыңызды қалай өте үнемді өткізу керек екенін, уақытыңызды қалай жақсы өткізу керек, мотивационды посттар, жақсы нәрселер, пайдалы нәрселермен бөлісіп отыратын боламын. Бұл видео соңына жетті. Келесі видеоларда жүздескенше.